Баршаңызға ассалаумағалейкум. Анда ескі зданияда жүрміз. Дата оны бұрынғы Хрущевский домдарға болғашына ме? Хрущевскийдің кезден салынған үйлер ғана деймін да. В общем, профилист таптық қой. Мощный профилист таптық. Ақшасы төленді міне. Оплачено деп кеттік. Ертең алла берсе. После обеда дайын болады екен. Ертең келіп тиіп алып кетеміз бұйырса. Качествосы супер, әрі тиімді бағаға тауып алдық. Енді деревянный іздейміз қазір бұйырса. Сол. Ертеңнен бастап уже кірше жабамыз Аллаға. Күн ашып кетті, міне Аллаға сансыз шүкір. Кайф болып дала. В общем, профилисті тиеп шықтық. Андай газельмен кетіп бара жатырмыз. Міне. Мынау, короче, артқа қарай 2 метр шығып кетті. Газельдің ұзындығы 4 метр екен да. Шипырдымыздың ұзындығы 7 метр, сонымен 3 метр артқа шығып кетті. Енді артында осылай аварийға жағып жүру керек, басқа амал жоқ. Сол. Күн суытып кетті, жаңбыр жауып кетті. Крышаны жауып үлгермедік, короче. Үйдің іші деген быт-шыт болады. Соны бұйыртса бүгін ертең 2 күн жауып тастау керек крышаны. Алла қаласа. Сәттілік бізге. Аман-есен жетіп алайық енді Алла қаласа. Енді біз Алланың қалауымен крышаның бір бетін полный жауып беттік. Балқаш үстінде отыр. Мына қараңыздаршы, не деген риск мынау. Мына бүйтіп көзбен көрсең бар ғой. Шошисың, мына Құдай өзі сақтасын. Қараңыздаршы, не деген отырсың мынау. Жақсылық тұрған жақтан страховкада. Міне крыша жабу оңай дейсіздер ма? Мына бұйыртса біткенде көрсетем ғой сіздер қандай болатын. Енді мына басында үй кішкентай болып көрінетін, қазір мына крышаны жауып еді, үй дәу үй болып көрініп жатыр ғой. Кәдімгідей өзгеріс болып жатыр. Керемет болып жатыр, Аллаға шүкір. Сол. Мына айтатын бір нәрсе, мына листтардың бәрін біз специально өлшеп, дайындап заказ бере салдық, келіп кесіп әуре болған жоқпыз. Әкеп қойып жігіттер тартып жатыр сразу. Сол жақсы екен, бір жақсысы. В общем, базарда бұл листтар базарда 12 000 теңге тұрса, біз оны 8 000 теңгеге алдық. В общем, сондай склад бар екен. 4 000 теңгеге разница ойнайды кәдімгідей. Енді жүгіріп жүріп, үй салып жатқаннан кейін бәрін біліп жатырық. Анадан сұрап, мынадан сұрап әйтеуір. Сөйтіп арзанын тауып, арзан, бірақ качественный. Кәдімгі прям осыны шығаратын жерден барып алдық қой складтан. Күн жылыды. Өткенде бір күн қар жауып, мазан алып еді. Бүгін күн жылынып, кәдімгідей Аллаға сансыз шүкір, Алла тағала қарасып жатыр. Күндегі мына жақтан шығып тұр міне. Ал үй осындай дәрежеге жетті. Бір жағын полный жауып болдық. Алла қаласа. Қазір бұл карнизларын реттеп отыр. Мына карнизді реттемей, ары қарай мына екінші жағын жаба алмаймыз, өйткені карнизге байланысты болып тұр барлығы. Міне, қараңыздар. Алдында біз кішкентай ғана үйге дейін төбесі жабылып еді, кәдімгідей үлкен үйге айналды. Қараңыздар, крыша қалай өзгерді дейді. Жауып кеттік. 2 уровеньмен жабылады крыша ғой. Бүгін жігіттер алдыңғы фронтонына кірсейін деп жатыр. Фронтонға жасаймыз. Мына Алла қаласа полный. Мына жағын сіздерге көрсетейін. Мына мансардтың төбесі. Мына 2 жерде терезе болады бұйыртса. Біз 2 жерге терезе қоямыз. Мансардтың терезесі. Бізде мына астында білесіздер ма, карниздар әппақ еді ғой. Сол ақ карниздің орнына бұйыртса камуфляжный жақ деревянный қойып деп жатырмыз. Деревянный вставка кетсе күшті болады екен, сонымен оны жақсы үйлеседі екен. Қазір жігіттер сол карниз бар, фронтон, соның бәріне кіріседі бұйыртса. Алла қаласа бұл жігіттер 4-5 күнде ауылға қайтады. Біз Ақсайға кетеміз жаңа жыл кештер өткізуге. Одан кейін бұйыртса үйді апрельде қайтып бастаймыз, иншалла. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Тұрақты түрде сторисқа шығып жатқан жоқпын, өйткені менде алда үлкен жоба, дайындық, және де дәл қазір менің жабық каналымда эфир болады. Сол эфир бір 20 минуттан кейін басталады, уже қазір дайындалып тұрмын. Өте мықты тақырып болады. Бүгін әйел қандай кезде бақытты болады? Әйел қай кезде бақытты болады? Соның бүгін сырын ашатын боламыз. Енді өте мықты сабақ болайын деп тұр, машалла. Аллах маған күш қуат берсін, Аллах маған жәрдем берсін. Ля хавля ва ля куввата илля билlah. Білімді тек Алла ғана, мен тек қана сіздерге себепкер боламын. Жабық каналда отырған ханымдар, дайындалыңыздар. Маған важный адам сонда отыр, кстати. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Альхамдулилля, қар жауды Шымкентте. Мақтанып салып қоймап едіңіздер, алматылықтар, астаналықтар. Міне жатты бізде де әйтеуір. Бүйтіп
көп жаппаса да әйтеуір аппақ бір бәле түсті машинаның үстіне. Қысты қатты жаңағыдай қыс маған қатты ұнай бермейді, потому что мен сондай жаурауық адаммын. Жаурай берем. Үйде нәскимен жүрем. Мәсі киіп аламын вообще. Солай. Бүгінгі күндеріңізге Аллахым берекем деп төгіп беріп қойсын. Қазір мен сабаққа бара жатырмын. Ойбай, бүгін енді Сапар мырзамен сабақ басталады. Потолок болайын деп тұр. Иншаллах, стористан алыстамаңыздар. Және де бүгін жеңімпазды анықтайтын боламыз. Қазір біз обедке шықтық, тамақтануға. Бізде азанғы таңғы 10-нан бері сабақ болып жатыр. Енді Сапар мырза айта алмаймын, бомба сабақ болады. Тамағымызға үшін барлығын дайындап қойған. Только сіздер сабақ оқыңыздар, тамақтарыңызға үшін дайын деп. Қазір енді тамағымыз келеді. Тамақ ішіп алып, ары қарай сабақты жалғастыратын боламыз. Таңғы 10-нан кешкі 5-ке дейін. Біз енді Аллахтың қалауымен Сапар мырзадан 2 айлық сабақ алдық. Бүгін бірінші күн сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Енді иногда ойлаймын, ой, енді ақылдымын, күшті ақша табамын, якобы бизнес-вумен деп ойлап қаламын, сөйтсем. Бүгін маска шешіліп отыр, короче. Сондай күн болып отыр. Көп нәрсені түсініп жатырмыз, альхамдулилля. Осы көтеріліп кетсінші, осы дамып кетсінші деп бар күшін салады да, білімін кәдімгідей береді да, өйстіп түбіңді қазып тұрып береді да, просто бетіңе шаша салмайды да, бейті білімді ше. Енді бетіне мақтаған жоқпын, енді инстаграмда подписчиктермен мақтап жатырмын, өте күшті Сапар мырзадан білім алсаңыздар. Егер бизнесмен болсаңыз, бір ісіңізді жүргізе алмай жатсаңыз, жүйесі жоқ болса, әйтеуір тауып атсыз, қайда кетіп жатқанын білмей жатқан болсаңыз, кәдімгідей бизнесіңізге нақты бір жүйе орнатқыңыз келсе, оның айлық табысыңызды арттырғыңыз келсе, Сапар мырзадан келіп білім алсаңыздар болады. Ер адам болсын, әйел адам болсын, келіп білім алыңыздар. Ең шықты кеш болды. Миыңызда жарылыс болып жатыр ма? Миымда жарылыс төңкеріс болып жатыр вообще. Тапсырма берді. Қазір үйге барып соны орындау керек. Қателіктерім бетіме шықты бүгін. Мен телефонымды